Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үстелмен өтетін тақырыбымыз құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем үшке бөлінеді: салалас құрмалас, аралас құрмалас және сабақтас құрмалас. Салалас құрмалас сөйлемге тоқтайық. Салалас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі салалас құрмалас деп аталады. Мысал келтірсек, сақадай сайланған 40 жігіт маңдайды батысқа қойды да төскейді үзеңгіге ала жүріп кетті. Мұнда екі жай сөйлемнен құралған құрмалас сөйлем, яғни салалас құрмалас сөйлем. Неге салалас құрмалас сөйлем? Өйткені алғашқы жай сөйлем сақадай сайланған 40 жігіт маңдайды батысқа қойды да дегенде, яғни бірінші жай сөйлемнің ойы тиянақты аяқталып тұр. Екінші жай сөйлемде де солай, төскейді үзеңгіге ала жүріп кетті, яғни ой тиянақты аяқталған. Салалас құрмалас сөйлем 6 түрге бөлінеді: ыңғайлас салалас, себеп салдар салалас, қарсылықты салалас, түсіндірмелі салалас, талғаулы салалас және кезекті салалас. Ыңғайлы салаластың шылаулары және, әрі, да, де, та, те. Себеп салдар салаластың шылаулары өйткені, себебі, сондықтан, сол себепті. Қарсылықты салаластың шылаулары бірақ, дегенмен, сонда да, сөйтсе де, сөйткенмен, әйтсе де, әйткенмен. Түсіндірмелі салаластың шылаулары яғни жалғаулы, жоқ. Талғаулы салалас шылаулары не, немесе, яки, әлде, не болмаса әйтпесе. Кезекте салалас шылаулары бірде, біресе, кейде. Енді мысалдар келтірсек, ыңғайлас салалас: есік тарс ашылды да отырғандар түгел жалт қарасты. Мұндағы да деген шылау яғни ыңғайлас салалас болады. Үлкендер қатты қорыққан болуы керек, себебі үйдегілер дауыстарын шығара алмай жаншылып, егіліп жылайды. Мұнда себебі деген шылау тұр, демек бұл себеп салдар салалас, яғни түсіндіріп тұр себебін мысалда. Келесі: Нұрбек пен Бектас көл жағасына дейін жүгірді, Санжар кетіп қалды. Мұнда қарсылықты салалас, өйткені деген шылау тұр. Келесі: оқушыларына екі нәрсені үйретті, бірі еңбек, екіншісі адалдық. Бұл мысалда жалғаулы жоқ, яғни түсіндірмелі салалас. Келесі мысал: өлеңді не ермек өзі айтсын, немесе бәріміз айтайық, яғни бұнда не деген шылау тұр, бұл дегеніміз талғаулы салалас. Келесі мысал: кейде тамақты біз дайындаймыз, кейде олар әзірлейді, яғни кейде деген шылау, яғни бұл кезекті салалас. Бүгінге тақырып осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.